60 жастан асқан адамдарға жасыл шөптердің маңызы неге ерекше? 60 жастан кейін адам ағзасында бірқатар табиғи өзгерістер басталады. Зат алмасу баяулайды, ас қорыту жүйесі әлсірейді, қан айналымы бұрынғыдай белсенді жұмыс істемейді. Ми қызметі, есте сақтау қабілеті, буындардың икемділігі мен бұлшықет күші де біртіндеп төмендей бастайды. Бұл қартаюдың табиғи процесі. Бірақ осы процесті баяулатуға, ағзаны жеңіл жолмен қолдауға болатын өте қарапайым құрал бар. Ол табиғи жасыл шөптер. Көп адам шөппен емделу ескі тәсіл деп ойлайды. Алайда қазіргі ғылым дәлелдеп отырған бір шындық бар. Жасыл шөптер 60 жастан асқан адамдар үшін ең жұмсақ, ең қауіпсіз және ең тиімді табиғи қолдау құралдарының бірі. Жасыл шөптердің басты артықшылығы, олар ағзаға ауырлық түсірмейді. Көп дәрі-дәрмек бауырға, бүйрекке салмақ салса, дұрыс қолданылған шөптер керісінше сол ағзалардың жұмысын жеңілдетеді. Әсіресе жасы үлкен адамдар үшін бұл өте маңызды. Тағы бір маңызды мәселе, 60 жастан кейін дәрумендер мен минералдардың сіңуі төмендейді. Адам бұрынғыдай тамақтанса да, ағза пайдалы заттарды толық сіңіре алмайды. Ал жасыл шөптердің құрамындағы табиғи ферменттер, эфир майлар мен антиоксиданттар сол сіңу процесін жақсартуға көмектеседі. Жасыл шөптер ас қорыту жүйесін жұмсақ түрде іске қосады. Ішектің жұмысын реттейді. Қандағы қант пен холестерин деңгейіне оң әсер етеді. Жүрек пен қан тамырларын қолдайды. Миға оттегінің жетуін жақсартады. Жүйкені тыныштандырады. Ұйқыны реттейді. 60 жастан асқан адамдар үшін тағы бір үлкен мәселе созылмалы қабыну. Ол буын ауырсынуы, бұлшықет әлсіздігі, таңертеңгі сіресу, бас ауруы, жалпы әлсіздік түрінде көрінеді. Көптеген жасыл шөптердің табиғи қабынуға қарсы қасиеті бар. Олар ағзадағы жасырын қабыну процестерін біртіндеп азайтады. Маңыздысы, біз бұл жерде улы немесе қауіпті өсімдіктер туралы емес, күнделікті шайға, тағамға қосуға болатын, ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан қауіпсіз жасыл шөптер туралы айтып отырмыз. Мысалы, жалбыз, түймедақ, аскөк, кинза, базилик сияқты шөптерді көп адам біледі. Бірақ олардың 60 жастан кейінгі нақты пайдасын толық түсіне бермейді. Алдағы бөлімдерде мен саған әр шөптің нақты қандай ағзаға қалай әсер ететінін, қалай және қашан қолдану дұрыс екенін, қай жағдайда пайдалы, қай жағдайда абай болу керегін, 60 жастан асқан адамдарға не үшін ерекше маңызды екенін өте кең, түсінікті мысалмен айтып берем. Бұл ақпарат әсіресе 60 жастан асқан өзіңізге, ата-анаңызға, жақындарыңызға, денсаулықты табиғи жолмен сақтағысы келетін адамдарға өте пайдалы болады. Жалбыз 60 жастан асқан адамдар үшін ең пайдалы жасыл шөптердің бірі. Жалбыз көпшілікке таныс, иісі жағымды, дәмі сергітетін жасыл шөп. Көп адам оны тек шайға қосу, немесе ауызды сергіту үшін ғана қолданады. Бірақ шын мәнінде жалбыз 60 жастан асқан адамдар үшін өте құнды табиғи көмекші. Жас ұлғайған сайын жүйке жүйесі тез шаршайды. Адам болмашы нәрсеге ашулануы мүмкін, ұйқысы қашады, түнде жиі оянып кетеді. Осындай кезде жалбыздың ең бірінші пайдасы жүйкені тыныштандыруы. Жалбыздың құрамындағы табиғи эфир майлары миға жұмсақ әсер етіп, ішкі кернеуді азайтады. Сондықтан кешке жалбыз шайын ішу ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін тағы бір мәселе ас қорытуының нашарлауы. Тамақ асқазанда ұзақ тұрып қалу, кебу, ауырлық сезімі, іштің кеуіп кетуі, мұның бәрі жасқа байланысты пайда болады. Жалбыз асқазан бұлшықеттерін босаңсытып, ас қорытуды жеңілдетеді. Ол өттің дұрыс бөлінуіне көмектесіп, тамақтың жақсы сіңуіне жағдай жасайды. Көп адам білмейтін тағы бір маңызды әсері жалбыздың қан тамырларына пайдасы. Жалбыз қан тамырларын сәл кеңейтеді, соның арқасында бас ауруы азаю мүмкін. Әсіресе ауа райы өзгергенде, немесе қан қысымы құбылып тұратын адамдар үшін жалбыз шайы жеңілдік береді. Бұл дәрі емес, бірақ ағзаның өз тепе-теңдігін сақтауға көмектесетін табиғи тәсіл. Жалбыздың тағы бір артықшылығы тыныс алу жолдарына әсері. Жас ұлғайған сайын өкпе толық ашылмай, дем жетпей қалғандай сезім болуы мүмкін. Жалбыздың иісі мен шайы тыныс жолдарын ашып, дем алуды жеңілдетеді. Суық тиген кезде, немесе тамақ жыбырлаған кезде де жалбыз пайдалы. Енді ең маңызды сұрақ, жалбызды қалай дұрыс қолдану керек? 60 жастан асқан адамдарға жалбызды ең қауіпсіз әрі тиімді қолдану жолы шай ретінде. Бір шай қасық кептірілген, немесе бірнеше жаңа үзілген жалбыз жапырағын бір стақан ыстық суға салып, 10 минуттай демдеу жеткілікті. Оны күніне 1 немесе 2 рет ішуге болады. Әсіресе кешкі уақытта ішсе, тыныш ұйқыға көмектеседі.
Бірақ шектен тыс қолдануға болмайды. Күні бойы литрлеп ішу дұрыс емес. Барлығы өлшеммен болғаны жақсы. Егер адамда асқазан қышқылдығы өте жоғары болса, жалбызды аш қарынға ішпеген жөн. Қорытындылай айтқанда, жалбыз 60 жастан асқан адамдар үшін жүйкені тыныштандыратын, ұйқыны жақсартатын, ас қорытуды жеңілдететін, бас ауруын азайтатын, тыныс алуды жеңілдететін табиғи әрі қауіпсіз жасыл шөп. Аскөк. Жүрекке, асқазанға және жүйкеге пайдалы жасыл шөп. Аскөк. Күнделікті ас үйде жиі қолданылатын, бірақ шын мәнінде құндылығы өте жоғары жасыл шөптердің бірі. Көп адам аскөкті тек тағамның дәмін арттыру үшін пайдаланады. Ал 60 жастан асқан адамдар үшін аскөк ағзаның бірнеше жүйесіне бірдей әсер ететін табиғи қолдаушы. Жас ұлғайған сайын жүрек пен қан тамырлары әлсірей бастайды. Қан қысымы көтеріліп кетуі, жүректің дүрсілдеуі, тез шаршау, мұның бәрі жиі кездесетін жағдай. Аскөктің ең басты пайдасының бірі жүрекке жеңіл әсер етуі. Оның құрамындағы табиғи калий жүрек бұлшықетінің жұмысын қолдап, қан тамырларындағы кернеуді азайтуға көмектеседі. Сол себепті аскөкті үнемі, бірақ аз мөлшерде қолдану жүрекке пайдалы. 60 жастан асқан адамдарда өте жиі кездесетін мәселенің бірі іштің кебуі мен газ жиналуы. Тамақ бұрынғыдай тез қорытылмайды, ішек баяу жұмыс істейді. Аскөк ішек бұлшықеттерін жұмсартып, газдың шығуына көмектеседі. Сондықтан бұрыннан халық медицинасында аскөк суы асқазан мен ішекке пайдалы құрал ретінде қолданылған. Тағы бір маңызды әсері аскөктің жүйке жүйесіне әсері. Жас ұлғайған сайын адам мазасыз бола бастайды, ұсақ түйекке алаңдай береді, түнде ой көп келеді. Аскөк ағзаны тыныштандырып, ішкі кернеуді азайтуға көмектеседі. Кешке тамаққа аскөк қосу, немесе жеңіл аскөк тұнбасын ішу, ұйқының тыныш болуына ықпал етеді. Көп адам білмейтін тағы бір қасиеті аскөктің зәр айдайтын жұмсақ әсері. 60 жастан асқанда ағзада артық сұйықтық жиналып, аяқ қол ісінуі мүмкін. Аскөк бұл артық судың табиғи жолмен шығуына көмектеседі, бірақ бүйректі зорламайды. Сондықтан ол жасты адамдар үшін қауіпсіз саналады. Аскөкті қалай дұрыс қолданған жөн? Ем оңай әрі қауіпсіз тәсіл тағамға қосу. Күнделікті сорпаға, сатқа, айранға, немесе көкөніс тағамдарына аздап аскөк қосу жеткілікті. Сонымен қатар, аскөктің тұнбасын жасауға болады. Бір шай қасық кептірілген аскөкті бір стаған ыстық суға салып, 15 минут демдеп, күніне бір рет ішуге болады. Алайда шамадан тыс қолдануға болмайды. Өте көп мөлшерде ішсе, қан қысымы тым төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан бәрі өлшеммен болғаны дұрыс. Қорытындылай келе, аскөк 60 жастан асқан адамдар үшін жүрек жұмысына қолдау береді. Асқазан мен ішектің жұмысын жақсартады. Іштің кебуін азайтады. Жүйкені тыныштандырады. Ағзадағы артық сұйықтықты шығаруға көмектеседі. Бұл күнде қолжетімді, бірақ дұрыс қолданса, пайдасы мол. Жасыл шөп. Ақжелкен. Қан тазартуға, ми мен буынға пайдалы жасыл шөп. Ақжелкен. Сырт көзге қарапайым ғана жасыл шөп болып көрінуі мүмкін, бірақ оның адам ағзасына тигізетін пайдасы өте кең. Әсіресе 60 жастан асқан адамдар үшін ақжелкен табиғи витаминдер мен минералдарға бай қолдаушы құрал. Жас ұлғайған сайын қанда қоюлану байқалады. Қан қою болған кезде жүрекке салмақ түседі, аяқ қол салқындап, тез шаршау пайда болады. Ақжелкеннің ең маңызды қасиеттерінің бірі қан айналымына оң әсер етуі. Оның құрамындағы табиғи заттар қанды сұйылтуға көмектесіп, қан тамырларымен қозғалысын жеңілдетеді. Бұл өз кезегінде бас айналу, аяқтың ию сияқты белгілерді азайтуы мүмкін. Ақжелкеннің тағы бір үлкен пайдасы ми қызметін қолдауы. 60 жастан асқан адамдарда есте сақтау қабілетін әлсіреуі, зейіннің шашырауы жиі кездеседі. Ақжелкен құрамындағы антиоксиданттар ми жасушаларын қорғап, ойдың анық болуына көмектеседі. Сондықтан оны тұрақты, бірақ аз мөлшерде қолдану пайдалы. Көп адамды мазалайтын мәселе буын мен сүйек аурулары. Жас ұлғайған сайын сүйек жұғарып, буын қақсай бастайды. Ақжелкеннің құрамында сүйекке қажет кальций мен К дәрумені бар. Бұл заттар сүйекті қолдап, буындардың икемділігін сақтауға көмектеседі. Әрине, бұл дәрінің орнын баспайды, бірақ қосымша қолдау ретінде өте пайдалы. Ақжелкеннің тағы бір әсері бүйрек пен қуық жұмысына көмегі. Ол ағзадан артық тұз бен судың шығуына ықпал етеді. Бұл әсіресе аяқ қол ісінетін, таңертең бет есіп тұратын адамдар үшін пайдалы.
Бірақ бұл әсері жұмсақ, бүйрекке ауыр салмақ салмайды. Ақжелкенді қалай дұрыс қолдану керек? Ең қауіпсіз жолы тағамға жаңа күйінде қосу. Салаттарға, сорпаға, көкөніс тағамдарына аздап себу жеткілікті. Сонымен қатар, ақжелкеннен жеміл тұнба жасауға болады. Бірнеше жаңа жапырағын бір стақан жылы суға салып, 10 минут кемдеп, күніне бір рет ішуге болады. Маңызды ескерту. Егер адамда бүйрекке тас жиналу мәселесі болса, ақжелкенді шамадан тыс қолданбаған жөн. Барлығы мөлшермен болғаны дұрыс. Қорытындылай айтқанда, ақжелкен 60 жастан асқан адамдар үшін қан айналымын жақсартады, ми қызметін қолдайды, есте сақтауға көмектеседі, буын мен сүйекке пайдалы, ағзадағы артық сұйықтықты шығаруға көмектеседі. 4-ші бөлім. Райхан қабынуды азайтатын, жүрек пен иммунитетке пайдалы жасыл шөп. Райхан иісі ерекше, дәмі сәл тәттілеу, әрі хош иісті жасыл шөп. Көп адам оны тек дәмдеуіш ретінде қолданады. Бірақ 60 жастан асқан адамдар үшін райхан ағзадағы жасырын қабынулармен күресуге көмектесетін табиғи құрал. Жас ұлғайған сайын ағзада созылмалы қабынулар пайда бола бастайды. Бұл кейде буынның ауырсынуы, кейде жүректің мазасыздығы, кейде жалпы әлсіздік ретінде байқалады. Райханның құрамында қабынуға қарсы әсері бар табиғи заттар кездеседі. Сол себепті оны тұрақты қолдану, буынның қақсауын, денедегі ауырлықты азайтуға көмектесуі мүмкін. Райханның тағы бір маңызды пайдасы жүрек пен қан тамырларына әсері. Ол қан айналымын жұмсақ түрде жақсартып, қан тамырларындағы кернеуді азайтуға ықпал етеді. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін жүрек тұсының қысылуы, демігу сияқты белгілердің жеңілдеуіне көмектесуі мүмкін. Көп адам иммунитет жайлы тек суық тигенде ғана ойлайды. Ал шын мәнінде жас ұлғайған сайын иммунитет әлсірейді. Райханның құрамындағы антиоксиданттар ағзаны сыртқы әсерлерден қорғап, иммундық жүйені қолдайды. Сондықтан райханды тағамға қосу, немесе шай ретінде ішу жалпы әл-ауқатты жақсартуға көмектеседі. Райхан жүйке жүйесіне де әсер етеді. 60 жастан асқанда мазасыздық, көңіл-күйдің жиі өзгеруі байқалады. Райхан ағзаны тыныштандырып, көңіл-күйді тұрақтандыруға көмектеседі. Кешкі уақытта райхан қосылған шай ішкен адамдардың ұйқысы жеңіл әрі тыныш болатыны байқалған. Райханды қалай дұрыс қолдануға болады? Ең оңай жолы тағамға жаңа күйінде қосу. Салаттарға, көкөніс тағамдарына, сорпаға аздап қосу жеткілікті. Сонымен қатар райхан шайын дайындауға болады. Бірнеше жапырағын бір стақан ыстық суға салып, 10 минуттай демдеп, күніне бір рет ішуге болады. Маңыздысы шектен аспау. Райханды өте көп мөлшерде қолдану асқазанға ауырлық беруі мүмкін. Сондықтан аз, бірақ тұрақты қолдану ең дұрыс тәсіл. Қорытындылай келе, райхан 60 жастан асқан адамдар үшін қабынуды азайтуға көмектеседі. Жүрек пен қан тамырларын қолдайды. Иммунитетті күшейтеді. Жүйкені тыныштандырады. Жалпы әл-ауқатты жақсартады. 5-ші бөлім. Көк пияз. Жүрек пен қан қысымын қалыпқа келтіретін жасыл шөп. Көк пияз, жасыл пияз. Көптеген тағамдарда қолданылатын қарапайым, бірақ керемет пайдалы шөп. 60 жастан асқан адамдар үшін ол жүрек, қан қысымы және жалпы денсаулыққа ерекше әсері бар. Жас ұлғайған сайын жүрек қан тамырлары жүйесі әлсірей бастайды. Көк пиязда жүрек жұмысына пайдалы құрамында флавоноидтар мен селен сияқты антиоксиданттар кездеседі. Олар қан тамырларын кеңейтіп, қан қысымын табиғи жолмен реттеуге көмектеседі. Сол себепті тұрақты қолдану гипертонияның алдын алу немесе жеңілдету үшін пайдалы. Көк пияздың құрамында витамин К, витамин С, фолий қышқылы бар. Бұл заттар қан құрамын жақсартып, сүйек құрылымын сақтауға, иммундық жүйені қолдауға көмектеседі. 60 жастан асқанда сүйек тығыздығы азайып, буын аурулары көбейе бастайды. Көк пиязды тағамға қосу бұл процесті баяулата алады. Сонымен қатар көк пияз қабынуға қарсы қасиетке ие. Ол ағзадан токсиндерді шығарып, ас қорыту жүйесін жеңілдетеді. Асқазан мен ішек жұмысына қолайлы әсер бар. Сондықтан оны салатқа немесе супқа қосып қолдану әсіресе пайдалы. Көк пияз жүйке жүйесіне де әсер етеді. 60 жастан асқан адамдарда стресс пен мазасыздық жиі байқалады. Көк пияздың құрамындағы табиғи антиоксиданттар жүйкені тыныштандыруға, ұйқы сапасын жақсартуға ықпал етеді. Кешкі асқа аздап қосу ұйқыны жеңілдетеді. Қалай қолдануға болады? Тағамға жаңа күйінде қосу ең тиімді жол. Салаттар, сорпа, көкөніс тағамдарына аздап қосу жеткілікті.
Көк пиязды қуыруға немесе пісіргенде пайдалану да мүмкін, бірақ дәрумендердің кейбірі жоғалуы мүмкін. Сондықтан жаңа күйі ең пайдалы. Күнделікті аз мөлшерде, бірақ тұрақты қолдану керек. Шамамен бір ас қасық туралған көк пияз жеткілікті. Қорытынды. Көк пияз 60 жастан асқан адамдарға жүрек пен қан тамырларын қолдайды. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, иммунитетті күшейтеді, ас қорыту жүйесін жақсартады, жүйкені тыныштандырады. 6 бөлім. Дәрумені. Мол орегано. Жүрек пен иммунитетке пайдалы шөп. Орегано хош иісті және дәруменге бай шөп. 60 жастан асқан адамдар үшін ол жүрек тамыр жүйесін қолдау, иммунитетті күшейту және қабынуға қарсы әрекет көрсету жағынан өте пайдалы. Ореганоның құрамында карвакрол, кимол, флавоноидтар, витамин К, темір, кальций бар. Бұл заттар ағзаның табиғи қорғанысын арттырады, жүрек бұлшықеттерін нығайтады және қан қысымын қалыпқа келтіреді. Қартаю кезінде қан тамырларының икемділігі төмендейді. Орегано оны қолдап, тамырлардың серпімділігін сақтауға көмектеседі. Ореганоның антиоксиданттық қасиеттері күшті. Ол еркін радикалдарды бейтараптап, жасушалардың зақымдануын азайтады. Бұл процесс қартаю белгілерін бәсеңдетіп, терінің және жалпы ағзаның денсаулығын сақтауға үлес қосады. Қалай қолдануға болады? Тағамға қосу. Орегано су шымкейінде немесе жаңа жапырағын салаттарға, сорпаларға, ет және көкөніс тағамдарына қосуға болады. Тұнба немесе шай. Бір шай қасық орегано жапырағын бір стақан қайнаған суға салып, 10 минут тұндырып ішсеңіз, иммунитетті күшейтуге және ас қорытуға жеңілдік береді. Майға немесе тұздыққа қосу. Тағамның дәмін арттырып қана қоймай, жүрекке пайдалы әсер береді. Пайдалы әсерлері. Жүрек тамыр жүйесін қолдайды, қан қысымын реттейді, иммунитетті күшейтеді, ауруларға қарсы тұруға көмектеседі, қабынуға қарсы әсер көрсетеді, буындар мен ұлпаларды қорғауға көмектеседі, ас қорыту процесін жақсартады, еркін радикалдарды бейтараптап, жасушаларды қорғайды. Ореганоны күнделікті тамаққа қосу. 60 жастан асқан адамдардың денсаулығын сақтау мен энергияны арттыруға үлкен үлес қосады. Тимьян. Жүрек пен тыныс жолын қолдайтын шөп. Тимьян 60 жастан асқан адамдар үшін жүрек қан тамырлары мен тыныс алу жүйесін қолдайтын ерекше шөп. Оның құрамында тимол, карвакрол, витамин С және антиоксиданттар бар. Бұл қасиеттер ағзаны күштетеді, қабынуды азайтады және бактерияға қарсы әсер береді. Жүрек пен қан тамырлары үшін пайдасы. Тимьян қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі, тамыр қабырғаларын нығайтады, қан құрамын жақсартады, жүрек бұлшықетінің жұмысын жеңілдетеді, қандағы холестерин деңгейін бақылауда ұстауға қолайлы. Тыныс жолдарына пайдасы. Тимьян бронхит, жөтел және мұрын бітелуіне қарсы тиімді. Шөптің құрамындағы эфир майлары тыныс алу жолдарын тазалап, ауа жолдарын кеңейтеді, жөтелді жеңілдетіп, тыныс алуды жақсартады. Қалай қолдануға болады? Шай ретінде. Бір шай қасық кептірілген тимьянды ыстық суға салып, 10-15 минут тұндырыңыз. Күніне 1-2 рет ішу жүрек пен тыныс жолына пайдалы. Тамаққа қосу. Ет, балық, сорпа және көкөніс тағамдарына тимьян қосу дәмін жақсартып қана қоймай, денсаулыққа да пайдалы. Ароматерапия. Тимьян майын ингаляция ретінде пайдалану тыныс алу жолдарын ашуға көмектеседі. Пайдалы әсерлері. Жүрек жұмысына оң әсер береді, қан айналымын жақсартады, қан қысымын тұрақтандырады, тыныс жолдарын тазалайды, жөтелді жеңілдетеді, антиоксиданттық әсері бар, жасушаларды қартаюдан қорғайды. Тимьянды күнделікті рационыңызға қосу 60 жастан асқан адамдардың жүрек пен тыныс алу жүйесін қорғауға және жалпы энергияны арттыруға тамаша жол. Шалфей. Есте сақтау мен ас қорытуға пайдалы шөп. Шалфей 60 жастан асқан адамдар үшін ми қызметін, есте сақтау қабілетін және ас қорыту жүйесін қолдайтын бағалы шөп. Оның құрамында витамин К, темір, кальций, эфир майлары және антиоксиданттар бар. Миға және есте сақтауға әсері. Шалфей нейрондардың қызметін жақсартады. Есте сақтау қабілетін қолдайды. Альцгеймер немесе жеңіл когнитивтік бұзылыстар бар адамдар үшін пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, шалфейді тұндырма немесе шай ретінде ішу мидың жұмысын ынталандырады. Ас қорыту жүйесіне әсері. Шалфей асқазан мен ішектің қызметін реттейді, ауырлық пен газдарды азайтады. Қабынуға қарсы әсері арқасында ішектің сезімталдығын төмендетеді. Аппетитті жақсартып, тағамды жақсы қорытуға көмектеседі. Қалай қолдануға болады? Шай ретінде. Бір шай қасық кептірілген шалфейді ыстық суға салып, 10-15 минут тұндырыңыз.
Күніне бір рет ішу ми мен ас қорытуға пайдалы. Тамаққа қосу. Ет, күріш, көкөніс тағамдарына шалфей қосу дәмін жақсартып, ас қорытуға қолайлы. Ингаляция. Шалфейді суға салып, дем алу тыныс жолдарын ашуға көмектеседі. Пайдалы әсерлері. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Ми қызметін қолдайды. Ас қорыту жүйесін реттейді. Ауырлық сезімін азайтады. Қабынуға қарсы әсері бар аппетитті жақсартады. Шалфейді күнделікті қолдану 60 жастан асқан адамдардың ақыл-ойын сергітіп, ас қорыту жүйесін қолдаудың киімді жолы. Ромашка. Тыныштандырып, ұйқыны жақсартатын шөп. Ромашка. 60 жастан асқан адамдар үшін ұйқы сапасын жақсарту, жүйке жүйесін тыныштандыру және ас қорытуға көмек көрсету қасиеті бар шөп. Оның құрамында флавоноидтар, эфир майлары, антиоксиданттар көп. Жүйке жүйесіне әсері. Ромашка жүйке жүйесін тыныштандырады, стресс пен уайымды азайтады, ұйқы бұзылыстарымен күресуге көмектеседі. Терең ұйқыны қолдайды. 60 жастан асқан адамдарда түнгі тыныштық пен релаксация үшін таптырмас шөп. Ас қорыту жүйесіне әсері. Ромашка іштің ауырсынуын, газдарды және кебулерді азайтады. Асқазан қышқылдығын реттейді, тағамды жақсы қорытуға көмектеседі. Қабынуға қарсы әсері арқасында ішек жолдарының сезімталдығын төмендетеді. Қалай қолдануға болады? Шай ретінде. Бір шай, қасық кептірілген ромашканы ыстық суға салып 10 минут тұндырыңыз. Күніне 1 стакан ішу жүйке жүйесін тыныштандырады. Ароматерапия. Ромашка майын жылы ваннаға қосу денені босаңсытып, ұйқыға оң әсер береді. Тұндырма. Асқазанды ауырсынудан қорғау және ас қорытуды жақсарту үшін тұндырма ретінде қолдануға болады. Пайдалы әсерлері. Ұйқыны жақсартады. Жүйке жүйесін тыныштандырады, ас қорыту жүйесін қолдайды, ауырсынуды азайтады. Қабынуға қарсы әсері бар, стрессті төмендетеді. Ромашка. 60 жастан асқан адамдар үшін тәуліктік тыныштық пен ұйқы сапасын жақсартудың табиғи құралы. Қорытынды. 60 жастан асқан адамдар үшін жасыл шөптер кек дәмдік немесе сәндік зат қана емес. Олар денсаулықтың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Әрбір шөптің өзіне тәм қасиеті бар. Кейбіреулері жүрек-қан тамыр жүйесін қолдайды. Кейбіреулері ас қорыту жүйесін жақсартады. Ал басқалары жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны реттейді. Мысалы, мята қан айналымын жақсартып, аяқтағы ауырлықты азайтса, ромашка жүйке жүйесін тыныштандырады, стрессті төмендетеді және ұйқыны жақсартады. Бұл шөптердің барлығы антиоксиданттар мен фитохимиялық заттарға бай. Олар жасушалардың қартайын баяулатады және иммундық жүйені күшейтеді. Жасыл шөптерді күнделікті рационға қосу арқылы адам өз өмір сапасын арттыра алады. 60 жастан асқан адамдар үшін бұл тек физикалық денсаулыққа ғана емес, психологиялық жағдайға да оң әсер береді. Мысалы, шай ретінде ішу немесе тұндырма жасау арқылы шөптер ағзаны стресстен босатып, босаңсуға мүмкіндік береді. Жүрек соғу ырғағын тұрақтандырады және ас қорыту процесін жеңілдетеді. Сонымен қатар олар денедегі қабыну процестерін төмендетеді, тері мен шаштың жағдайын жақсартады. Бұл да қартаю белгілерін баяулатады. Ең бастысы, жасыл шөптер бұл табиғи, зиянсыз және тиімді құрал. Қазіргі таңда көп адамдар дәрі-дәрмектерге сүйеніп, химиялық препараттарды қолдануға бейім. Бірақ шөптер сол препараттарға табиғи балама. Дұрыс қолданылса, олар жүрекке, бауырға, бүйрекке және ас қорыту жүйесіне керемет әсер береді. Сонымен қатар, шөптерді пайдалану психологиялық жағдайға да оң әсер етеді. Адамның көңіл-күйін көтеріп, энергияны арттырады. Күнделікті стрессті жеңуге көмектеседі. Сондықтан 60 жастан асқан әрбір адам жасыл шөптерді өзінің күнделікті өміріне енгізу арқылы ұзақ, белсенді және сау өмір сүру мүмкіндігін арттыра алады. Шөптерді дұрыс таңдап, оларды тиісті мөлшерде пайдалану қартаю процесін баяулатып, ағзаны қоректік заттармен қамтамасыз етудің ең тиімді табиғи жолы болып табылады. Сонымен қатар, шөптерді тағамға қосу немесе сусын ретінде тұтыну жаңа дәм сезімдерін ашып, күнделікті рационды қызықты әрі пайдалы етеді. Қорытындылай келе, жасыл шөптер бұл тек қана емдік немесе профилактикалық құрал емес, сонымен қатар 60 жастан асқан адамдардың өмір сапасын арттыратын, денсаулығын сақтап, психологиялық тұрақтылығын қолдайтын табиғи ресурс. Әрбір шөптің өзіне тән қасиетін білу, оны дұрыс қолдану және күнделікті өмірге енгізу ұзақ және белсенді өмір сүрудің кілті болып табылады.